Ассалаумағалейкум қадірменді достар, қош келдіңдер менің каналыма. Достар, бүгінгі біздің сабағымыздың, яғни тақырыптың аты лист, яғни автокадта лист туралы. Көптеген адамдар листте жұмыс жасай білмейді, тек қана модельде жасайды. Өйткені, мысалға мен қазір модельде тұрмын. Бұл проект берілген, крыльцоның план және де разрездер берілген. Бұл әр чертежді жеке-жеке бізге бөлу керек. Ол кезде, яғни кейбір адамдар модельге бірнеше исполканы, яғни исполкный схема салып жатады, бірақ өте қате, листпен жұмыс жасай білу керек. Мінекей достар, модельде, яғни астында команда строка жақта тұрады, астында лист дегенді басамыз. Астыңғы жағында лист деп тұрады, мінекей. Сол листті басқан кезде, мінекей әр проектті жеке-жеке, яғни листқа салуға болады. Ол үшін листі не үшін береді бізде? Оформлять ету үшін, яғни названиясын жазып, рамкасын қойып, распечатка PDF-ті шығару үшін. Ал модельде бұл проект саналады. Көбінесе адамдар исполнительный схема модельге, яғни рамка сызып жатады. Ол өте қате. Ең алдымен достар, листі, яғни мышканың оң жағымен басамыз. Басқаннан кейін диспетчер параметр листов деп тұрады. Соны үстінен бір рет басамыз. Басқаннан кейін мінекей, яғни біздің диспетчер параметріміз ашылды, яғни текущий параметр. Бұл жерде, мысалға лист 1, яғни бұл жерде ешқандай ештеңе берілмеген, имясы, названиясы жоқ, плоттер жоқ, формат печать 210-297 альбомная, яғни бұл А4-дің размері. Подключение дегенге жоқ. Описание, мысалға, лист не будет напечатан дейді, если, яғни принтерді біз таңдалған жоқ, бізге жаңағы распечатка шығарылмайды деп тұр. Енді достар, біздің өзіміздің листімізді создавать етіп аламыз. Ол үшін оң жағында создать деген бар, соны басамыз. Басқан кезде наборға біз жазамыз. Мысалға, менің листімнің аты A3 деп жазып қояйын, A3, және де міне на лист үстінен бір рет басамыз да ОК дейміз. Мінекей, жаңа мен параметр кірген кезде имя A3 болды. Енді басынан басып көрсем, қараңыздар, принтер плоттер деп тұрады, имя. Бұл жерде мен таңдаймын DVG to PDF дегенді. Өйткені DVG-дан PDF айландырамыз, естеріңізде болсын. Таңдаймыз. Және де формат листа келесі астыға түскенде. Енді бізде ISO A4 деп тұр, яғни. Бірақ бізге A3 керек. Өйткені мен қазіргі чертежімді A3-ға шығармақшымын. Ол үшін мен таңдап алам ISO, яғни 5 полей. 5 полей ISO деген стандартный деген мағынаны білдіреді. Енді қараңыздар достар, басқа ешқандай жерге тиіспейміз. Листті қойдық. Масштабқа тиіспейміз, ол автомат түрде масштаб таңдалады. ОК-ді басамыз. Енді мінекей достар, A3-ді үстіне бір рет басамыз. Басқаннан кейін установить деген басқан кезде, мына листтің қасында A3 деген жақша шықты. Яғни, бұл біздің өзіміздің текущий слойымыз деп аталады. Закрыть дейміз. Қараңыздар достар, яғни өзіміздің листімізді құрдық. Енді яғни бұл рамканы бұрышынан ұстап, оңға солға созып, яғни масштабымызды өзгерте алуға болады. Екі рет мышканы бассақ, ол модельге өтеді, оны білетін шығарсыздар. Яғни мінекей осылай листқа келтіріп қойып алуға болады. Осылай келтіреміз. Енді достар, біз өзіміздің A3-міздің көлемінде жасап алдық. Енді бізге рамкасы керек. Рамканы қалай құрамыз? Көп адамдар бұлды білмейді. Рамканы копия жасап басқа жерден алып келеді, немесе бір рамканы бірнеше масштабқа кішірейтіп қоя береді. Ол өте қате. Сондықтан қараңыздар, панельді жоғары жағында SPDS деген бар. SPDS ол өзі арнайы приложение, бұл автокадқа скачать етіп алуға болады, өте оңай. Формат деген бар. Форматты басамыз, үстінен бір рет. Басқаннан кейін шаблон листа рабочий чертеж SPDS деп тұрады. Соның үстіне екі рет басамыз. Енді маған альбомный A3 керек. Өйткені мен қазір альбомный жасап жатырмын A3. Альбомный A3 үстінен бір рет бастым. Астына түсіп ОК дегенді басамыз. Енді достар, сол жағында бұрышын таңдаймыз. Өзімізге жақындатып аламыз листіні.
мінекей бұрышына нақты көздеп мышканы сол жағын бір рет басамыз. Загрузка болады. Біздің рамкамыз міне бірден қойылды. Енді бұл рамканы яғни бізге өзгертіп алуға болады. Сол жағын ұстап, өзімізге қалай керек кішірейтіп қойып алуға болады. Бұл өте оңай достар. Және де достар, біз бұл рамканы распечатка жасаған кезде осы сызық қалмау үшін, яғни бізде слойда div points деген болады. Соның үстінен біз басып қоямыз. Сол кезде жаңағы біздің рамкамыз көрінбейді. Қазір бұл закрытыйда тұр. Қазір ашық қояйын. Div point-қа қоямыз. Мінекей сол кезде жасыл болады. Біз осы листті распечатка шығарған кезде, немесе PDF-қа айландырған кезде бұл сызық көрінбей қалады. Енді қараңыздар достар, үстінен екі рет бастым, яғни өзімді рамкамды мінекей қойып алдым. Модель астына басамыз, енді мінекей жаңағы осылай өзіме керек үлкен қылып көшіріп алуға болады. Яғни крыльцоның есі көрініп тұр. Оңға қарай жылжытып, мінекей өзімізге керек қылып қойып аламыз. Разрездің бәрі көрінетіндей. Модельді басамыз. Мінекей достар, яғни біздің планымызды жеке листқа салдық. Қазір астына сетканы алып тастауға болады. Екі рет бассақ, мына жерде сетка деген тұр, оны алып тастауға болады. Модельді басамыз. Мінекей. Яғни, мінекей біздің листімізге толығымен сыйды, яғни осылай листке бөліп алатын боламыз. Және де достар, бұл міндетті түрде керек, жаңағы SPDS арқылы рамканы қоюға. Рамка мінекей біздегі өзіміздің форматымызға сай түрде шықты. Қарасаңыздар болады. Және де достар, енді бізге басқа листқа өту үшін, тура осылай болу үшін